Жеңілдетілген автонесиелеу бағдарламасы қалай іске асырылады? Бағдарламаны қаржыландыру үшін 100 миллиард теңге бөлінген. Қаражат қайтарымды револьверлік негізінде қолданылады. Несие екінші дәрежелі банктер арқылы беріледі. Бағдарлама 30 жылға есептелген. Жеңілдетілген автонесиелеудің шарттары. Сыйақы мөлшері жылдық 4%. Несие сомасы 10 миллион теңгеден аспайды. Қаржыландыру мерзімі 7 жылдан аспайды. Бастапқы төлем 0%-дан бастап. Көліктің құны 15 миллион теңгеден аспайды. Бағдарламаға Қазақстанда шығарылған жаңа жеңіл автокөліктер қатысады. Автонесие алу үшін келесі банктерге жүгінуге болады. Жеңілдетілген несиелеу бағдарламасына қатысу үшін не істеу керек? Клиент дилерлік орталыққа келіп, автокөлігін таңдап, төлем шотын алады. Ол 5 күн жарамды. Клиент төлем шотын банкке апарып, жеңілдетілген автонесиелеу үшін өтініш береді. Банк өтінішті қарайды. Мақұлдаған жағдайда клиентке кепілдік хатын береді. Клиент дилерлік орталыққа келіп, кепілдік хат пен төлем шотын ұсынады. Бұл төлем шотының жарамдылық мерзімі біткенге дейін жасалу қажет. Бұдан әрі автокөлікті сатып алу рәсімделеді. Егер клиент банк несиесі келісім шартын уақытылы рәсімдемесе, ол кезектен шығарылады. Банк менеджерлері автоорталықтарында орналастырылған. Олар кеңес беріп, несиелеу өтініштерін қабылдайды. Тұтынушы бір уақытта бірнеше банкке өтініш бере алады. Төлем шотын үшінші тұлғаларға сатуға, беруге немесе өткізуге болмайды. Бірінші болып несиені мақұлдаған банк кепілдік хатын береді. Бұдан кейін жеңілдетілген несиелеу үшін басқа банкке өтініш беруге болмайды. Жеңілдетілген автонесие бір азаматқа 2 жылда бір рет беріледі.